От пен су тілсіз жау. Осы тілсіз жауда ауыздықтауда төтеншеліктердің қызметі басты назарда. Әсіресе дәл қазіргі уақытта суға түсу маусымы қызып жатқан кезде, суға түсу науқаны кезінде суда жедел құтқару қызметінің жұмысы қыза түсетіні анық. Жалпы осы орайда біз дәл қазір жайық бойында мамандармен бірге суда қауіпсіздік мәселелерін бірге көріп жүрміз. Сондай-ақ мамандармен бірге рұқсат етілген арнайы орындардағы, сондай-ақ рұқсат етілмеген орындардағы суға түсіп жатқан адамдарға арнайы ескертпелер айтып жүрміз. Өйткені сіздің өміріңіз басты назарда екенін ұмытпағаныңыз жөн. Күннің қаншалықты ыстық болса да, ең басты орында сіздің өміріңіз маңызда. Сондықтан да осы суда құтқару қызметі сіздердің бірінші кезекте өмірлеріңіз үшін бар күш-жігерін салып, күндіз түні қызмет етеді. Қымбатты көрермен, қорғаныс қырандары бағдарламасында бүгін біз от пен су тілсіз жау демекші суда қауіпсіздік және де көліктегі өрт қауіпсіздігі турасында сөз қозғайтын боламыз. Атырау облыстық төтенше жағдайлар департаментіне қарасты суда құтқару жасағы тәулік бойы кірпік қақпай қызмет етеді. Қазір жаз маусымы суға түсу кезеңі болғандықтан қызмет қатаң түрде орындалады. Атырау облыстық төтенше жағдай департаменті өрт сөндіру және авариялық құтқару қызметінің қарасты жедел құтқару жасағы бар. Жасақта 67 бірлік құтқарушыларымыз бар. Осы құтқарушыларымыздың қазіргі уақытта 2022 суға түсу маусымы кезінде сүңгуірлердің және біздің құтқарушыларымыздың жұмыс уақыт күшейтілген режимде жұмыс жасауда. Бұл күшейтілген режимді атап өткенде профилактикалық жұмыстар, төтенше жағдайдың алдын алу. Бұл алдын алу болғанда біздің төтенше жағдай департаментінің қызметкерлері жергілікті полициямен бірге күнделікті рейдтік шаралар жүреді. Қазір уақытта біздің өзімізге бекітілген жергілікті полицияның қызметкерлері бар. Сол қызметкер арқылы біздерде суға түсуге болмайтын жерлерге барып айыппұл салынады, ескертулер беріледі. Осы ескерту арқылы біздің халқымызға баланы ата-анасы қараусыз қалдырған оқушы балдарымыздың ата-анасына кәмелет жасқа толмаған оқушыларды ұстаған жағдайда айыппұл салынады ата-анасына. Біздің қызметкерлеріміздің өзінде қазір уақытта жаңадан қабылданған қызметкерлерімізді 3 ай бойы оқытып дайындалады. Оған дейінгі жұмыстар барлық су астында жұмыстар жүргізу, және альпинистік жұмыстар, сонымен қатар құтқару құралдарымен жұмыс жасау, осы бойынша әмбебап жұмыстармен жұмыс атқарады. Бұл жалғыз сүңгуір емес, біздің құтқарушыларымыз бәрі әмбебап жұмыстар атқарады. Мамандармен бірге жайықты бойлы кезекті тексеріске шықтық. Күн райы да қолайлы. Қалада жайық бойында 2 жерде суға түсуге рұқсат етілген. Мамандар сақтықта қорлық жоқ деп жайық жағасындағы адамдарға күнделікті түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Суға түсу кезінде көбінесе тұрғындар ескере бермейтін жағдайлар көптеп кездесетінін айтады мамандар. Рұқсат етілмеген орындарда суға түсу, ішімдік ішу, балаларын қараусыз қалдыру. Тағы басқа да орын алатын жайттардың соңғы қайғылы жағдайларға ұшыратуы мүмкін. Жайық ағысы қатты болғандықтан адамды бірден тартып әкетеді. Сондықтан көзсіз батырлыққа салынып, жайықты жүзеп өтемін деуге де болмайды. Біз барған төтенше жағдайлар департаментіне қарасты суда құтқару жасағының арнайы мамандары суға батып бара жатқан адамды құтқарудың әдістерін ұсынды.
Өздеріңіз байқағандай суға батып көмек сұраған адамға дер кезінде жетіп резеңке шеңбері арқылы су бетіне қалқып тұруын қамтамасыз етеді. Кейін ақырындап қайыққа отырғызып алғашқы көмек көрсетіледі. Адамның ішінен су шығарып ауа беру арқылы есін жинауға тырысады. Азаматтық қорғаныстың алғы шебінде жүретін тағы бір қызметкерлердің бірі сүңгуірлер. Сүңгуірлер жан-жақты кәсіби мамандар. Сүңгуір болу үшін физикалық және психологиялық тұрғыдан өте мықты, жете салқынқанды болу шарт. Өйткені әртүрлі оқыс оқиғаға тап болып, суға кеткен адамды табу және оның мүрдесін шығару өте салқынқандылықты талап етеді. 15 келі тартатын арнайы киіммен су астында жүру де оңай шаруа емес. Қымбатты телекөрермен, бүгін біз суда құтқару қызметінің жұмысымен танысудамыз. Қазір өздеріңіз білетіндей, жазғы маусым, суға түсу маусымы, яғни суға шомыламын деп күннің ыстығынан да көптеген тұрғындар осы суға түсу кезінде жазатайым оқиғаларға тап болып жатады. Артық қайғылы оқиғалармен де ұласып жатқанын көріп, естіп біліп жатырмыз. Жалпы осы орайда осы суда құтқару қызметінің де жұмысы өте қазіргі таңда белсенді және де өте маңызға ие. Дәл қазір енді соңғы мәліметтер бойынша облысымызда 162 суға түсуден дүние салған фактілер кездескен екен. Адамдардың жалпы қазіргі таңда біздің өңірімізде облыс бойынша 81 суға түсуге болмайтын қауіпті участке бар екен. Яғни бұл төтенше жағдайлар департаментінің мәліметтері. Бүгін біз осы бағдарламамызда жайық бойын жағалап, рұқсатсыз суға түсуге болмайтын жерде суға түсіп жатқан адамдарға арнайы мамандармен бірге ескертулер беріліп, сондай-ақ арнайы рұқсат етілген жердегі жағажайдағы түсіп жатқан адамдарға да осы суға түсу кезінде алдын ала берілетін ескертпелерді жасап келе жатырмыз мамандармен бірге. Енді бүгін менің дәл қазір жанымда суда құтқару жасағының бас құтқарушысы, осы Салабода 4 жылдық тәжірибесі бар Нұрсұлтан Жұмағазиев мырзамен бүгін біз сұхбаттасып, яғни осы суға түсу маусымы кезінде ескерілетін жайттары туралы білмекке бекіндік. Нұрсұлтан мырза, енді жалпы суға түсу маусымы қазір өте қызып жатқанын білеміз. Жалпы соңғы жаңалықтарға сүйенсек, жазатайым оқиғалар, яғни суға түсіп қайтыс болған адамдарды көп естіп жатамыз. Соның басты себебі неде деп ойлайсыз жалпы? Яғни осы суға түскен кезде нені ескеру керек тұрғындар? Енді ол деген адамдардың белгісіз орындарға түсуіне байланысты болады. Сосын көп кішкентай балалар ата-ананың рұқсатынсыз су жағасында ойнап, үлкен кісі қарамағандықтан сондай жағдайлардың кесірінен оқиғалар мерт болып жатады, оқиғалар болып жатады. Ал үлкен кісілер көбісі ішімдік ішіп, мас күйінде суға түсіп, ол деген жүрекке өте әсер етеді. Сол себепті жүрек соғып қалып, бір жерлері құрысып, осылай денелері. Сол себепті суға батып кетіп жатқан жағдайлар көп. Негізі енді қала тұрғындарына айтатынымыз, тек белгіленген жағажайларға суға түсу кеңес береміз. Белгіленбеген жерлер өте қауіпті, себебі оның астында белгісіз біреудің қойып кеткен бір сеткі сияқты тағы да бір сондай болып қалуы мүмкін, или тағы да іліп қалатын нәрсе деген сияқты. Сол себепті белгіленбеген жерлерге түсуді кеңес беремін. Енді қазір біз көріп отырмыз, жайықтың бойында жел жоқ десе де, тынық болып тұр десе де, осы көбінесе адамдар суға түскен кезде астында ағыс алып кетіп жатады деп естіп жатамыз. Жалпы бұл ағыс қаншалықты қауіпті? Жалпы ағысы бар жерлерді қалай білуге болады? Немесе ағыс қалай жүреді судың астында? Сол жөнінде айтып кетсеңіз. Ағыс деген ол былай негізі адамға көзбен қарағанда білінбейді. Ол деген қазірдің өзінде былай су тынық сияқты болғанмен ағыс бар. Былай негізі адамдар ортаға дейін жүзіп керек емес. Өзінің күшін несін сынап, жағада жүріп, өзінің сезіп жаттықса да, немесе сол жерде демалса да болады. Былай негізі ағыс деген ол өте қауіпті. Ағысқа түсіп кетсе, ол ағыс өзіне тартып алып кетіп, терең жерге алып кетуі мүмкін, ағыстың несімен, ағынымен. Сол себепті жағада жүрген өте тиімді, сол қауіпсіз болады. Енді осы орайда жалпы құтқарушылар, яғни сүңгуірлердің басты міндеті қандай болу керек? Және ол кісілердің жалпы физикалық тұрғыдан сіздердің жаттығуларыңыз қалай жүргізіледі?
Күнделікті қаншалықты уақыт дайындаласыздар? Біз енді күнделікті таңертең жұмысқа келгенде ең бірінші біздің бана құтқару сүңгуір жабдықтарымыз алғашында тексереміз. Ауаларын дайынбыз ба жұмысқа таңертең келіп, кезекшілік немізді қабылдаған кезде кезекшілікті соны құрал жабдықтарымызды дайындап қоямыз. Екіншіден біз физикалық тұрғыда дайындаламыз, психикалық тұрғыда дайындаламыз. Іштегі біздің бас маманымыз бар, Гумар Роберт деген. Сол кісі әр сменнің өзінің бас маманы болады. Сол бас құтқарушы Гумар Роберт бізді дайындайды. Психикалық тұрғыда да, физикалық тұрғыда да. Сөйтіп күнне жоқ дегенде 3-4 сағат солай дайындығымыз бар. Суға кеткен адам ұстау да оны қиын, немесе оның денесі ауыр болады деп жатады. Жалпы енді әрине суға кеткен адамды ол көру үшін алдымен құтқарудан бұрын оны көрген кезде адам бір денесінде бір үрей немесе қорқыныш пайда болуы мүмкін ғой. Енді бұрын соңды ондайды көрмеген адамда. Жалпы енді сіздерде енді өздеріңіздің қызметтеріңізді күнделікті көресіздер, дегенмен де психологиялық тұрғыдан қалай дайын болу керек адам? Енді ол қалай айтсам екен, әр адам ол бірінші мақсатта негізі өзім құтқарушы болып осылай жұмысқа енді кірісіп кеткеннен кейін бірақ басқа біреудің ойында не болатынын білмеймін, бірақ өзімде банадай қорқыныш, үрей деген артта қалады да. Бірінші ол кісіні құтқару керек деген міндет тұрады да бізде. Ойың бәрі сол кісіні аман алып қалып, жаға шығарып, отбасына табыстасақ деген ой болады. Сондай оймен біз бірінші мақсатта құтқаруға ұмтыламыз да. Бәрекелді. Жалпы осы сіздің 4 жылдық қызмет тәжірибеңізде қандай қиын кезеңдер болды? Есіңізде ме? Болды, облыс сыртынан шыққан кезде бір ауылдық жерге барып, осылай бір кісі суға кетіп қалған оқиға болды. Сол кісіні іздеп жүрген кезімізде судың астында белгіленбеген жерлері ғой. Сол астында сетка болып, сетке кішкене оратылып қалып, қиындық сәттер болған сондай. Жау әп-сәтте бүкіл әлемді шарпыды. Қазіргі таңда мамандардың айтуы бойынша көліктегі өрт қауіпсіздігінің сақталмауы қайғылы оқиғаларға душар етіп отыр. Жалпы көліктегі өрт қауіпсіздігі бұл өзіңіздің, балаларыңыздың және де қоршаған ортаның қауіпсіздігіне кепіл болмақ. Бүгінгі мамандарды алаңдатқан осы мәселе төңірегінде бағдарлама барысында айтатын боламыз. Жылдамдықты ұлғайту және көлік ағынының қозғалысының қарқындылығы жол көлік апатының туындауына едәуір материалдық шығын және адам өліміне әкеліп соқтырады. Автокөліктерді пайдалану тиімділігін арттыру оның қауіпсіздік жағдайын қамтамасыз етуге тікелей байланысты. Автокөліктерді пайдалануда қауіпсіздікті арттырудың ең маңызды элементтерінің бірі оны өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету. Автокөліктерде болған өрттің салдарынан ауыр апаттарға, адам өлімі мен техникалардың істен шығуына әкеліп соқтырады. Жақсы екен, ең бірінші бұны қолдану тәсілі бұл порошковый болғандықтан түбіне жиналып қалады. Порошковый қолданар алдында мынаны жерге 2 рет соғып алу керек болады, что араластыру үшін. Және оны метр жарым жерден қолдану керек. Яғни не себепті метр жарым жерден қолданамыз? Өйткені от өзіңізге қарай шаршып кетуі мүмкін. Сол себепті жаңағыдай өзіңіздің ең бірінші қауіпсіздік ережеңізді сақтауыңыз керек болады. Строго барлығы жақсы. Өзің техосмотр өтіп жүрсіз ба жыл сайын? Ең бірінші техосмотрыңызды өту керек. Төтенше жағдай басқармасы азаматтық қорғау лейтенанты Хайрат Махмуд Махамбетович қазір рейд-шараларында қазір дейтін автокөліктердің өрт қауіпсіздігін тексеріс жүргізіп жатыр. Соның огнетушитель бар ма машинаңызда?
Жыл басынан бері Атырау қаласында 23 автокөлікте өрт оқиғасы тіркелген. Ол былтырғы жылмен салыстырғанда 2 өртке артып отыр. Былтырғы жылы, яғни осы кезеңмен салыстырғанда автокөліктерде 21 өрт оқиғасы орын алған. Енді автокөліктердегі өрт оқиғасының негізгі себептері ол енді электр жабдықтарының ақауы, сонымен қатар жанар жағармай жүйесінің ақауы, сонымен қатар салонда, автокөліктің салонында шылым шегу секілді осындай және де автокөлік иелерінің қарапайым өрт қауіпсіздік ережелеріне салғырт қарауынан осындай өрт оқиғалары орын алуда. Енді мынау өрт оқиғаларына талдау жасайтын болсақ, енді бұл 23 өрттің 16 өрт оқиғасы ол енді ескі автокөліктерде орын алған, яғни осы 1990 жыл мен 2010 жылғы шығарылған, осы аралықта шығарылған автокөліктерде орын алған. Енді автокөліктердегі өрт оқиғасында бұл енді автокөліктерде бізде осы автокөліктердегі өрт сөндіргіштерге біз осы техникалық байқаудан өткен кезде ғана осы автокөлік иелері есіне алып жатады. Көбіне осы автокөліктердегі өрт сөндіргіштерді пайдаланылмайды. Егер де автокөліктегі өрт оқиғасы орын алатын болса, автокөлік иелеріне осы автокөлікті дереу тоқтатып, қол тежегішті пайдаланып, автокөлікті сөндіріп, осы ішінде жолаушылар болса жолаушыларды шығарып, осы автокөліктегі өрт сөндіргіштерді пайдалану керек. Көліктегі өрт байқаусызда басталуымен қауіпті және бұл туралы өрт пен түтін иесі сезілген кезде белгілі болады. Өрттің машина ішінде таралуының көптеген себептері бар. Оның таралуының негізгі себептері электр сымдарының қысқа тұйықталуына және мотор бетінде электр жабдықтарының ақаулығы. Әсіресе жабық оқшауланған сымдар арасында болатын ұшқындар қауіпті болып табылады. Мамандармен бірге өткізген қауіпсіздік шараларына да тұрғындар оң пікір білдіреді. Өйткені адам өмірі басты назарда болуы керек дейді. Көңіл бөлу керек, әлі міндеттерде болу керек. Өзің үшін айналасың, мысалы кісілер үшін. Өрт тілсіз жау дейсіз ғой, иә? Сақ болу керек негізі. Дұрыс деп ойлаймын, тексерген жақсы. Көбінде болмайды мынандай нелер. Көлік құралдарындағы өрт кенеттен қозғалыс кезінде немесе тұрақ кезінде қозғалтқышты іске қосу кезінде пайда болуы мүмкін. Өрттің тұтанып басталуы бірнеше секунд ішінде орын алады. Егер көлік құралдарының техникалық жағдайын үнемі қадағалап отыратын болса, көліктегі өрттердің пайда болуына алдын алуға және азайтуға болады. Әрбір көлік құралын өрт сөндіргіш жарақтармен қамтамасыз ету қажет. Әрбір көлікте ұнтақты немесе көмір қышқыл өрт сөндіргіш болуы тиіс. Өрт оқиғасы болған жағдайда жүргізуші тез арада автокөлікті тоқтатып, қозғалтқышты өшіріп, аккумуляторының батареясын ажыратып, жолаушыларды қауіпсіз жерге көшірген соң, телефон арқылы 101 немесе 112 телефонына хабарласып, сол арада өрттің алғашқы өрт сөндіру құралдарымен сөндіруге шаралар қолдану керек. Өрт қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтау әркімнің міндеті мен борышы.